Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі рецептім ош трудли болып табылады. Ең алдымен менде піскен етімді жақсылап қуырдым бірінші, одан кейін пиязымды салып, жақсылап араластырдым. Осылай кішкене қуырып аламыз. Ендігі кезекте сәбізімізді саламыз. Мен оны 4 бұрышты қылып турадым. Картопымызды саламыз. 4 бұрышты формада турап, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Тұзымызды салып, араластырып, томат қосып, тағы да кішкене қуырып аламыз. Мен видеоға түсірмеппін, тағы да кішкене үстінен бетін жаппайтындай қылып су құйдым. Енді қамырымызға кірісеміз. Кішкене ғана қамыр илейміз. Тұзды суымызды қосып, жақсылап илеп аламыз. Енді ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Менде асқабақ. Асқабағымды осылай теркадан өткіздім. Қамырымды жақсылап жұқа қылып жайып, арасына асқабақты салатын боламыз. Міне осылай болып шықты. Үстінен сұйық май жағып шықтым, бір-біріне жабыспас үшін. Енді жаңағы тамағымыздың бетіне қойып шығып 15 минуттай бұқтырамыз. Асқабақ тамағымызға өте бір ерекше дәм беріп тұрады. Жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады екен. Мен бірінші рет жасадым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тағы да басқа рецепттермен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, сау болыңыздар.